Ерекше мейірімді, рахымды Алла Субханала Тағаланың есімімен бастаймын. Адамзаттың асыл тәжі сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Құрметті YouTube каналындағы тыңдарман, көрермен бауырларымыз, Алла Субханала Тағала бүгінгі сұхбатымызды берекелі етсін, хайырлы етсін, иншалла. Мына өмірімізге және ақыретімізге пайда келтіретін пайдалы білім алуымызды Алла Тағала нәсіп етсін. Өткен сұхбатымызда біз айтқан болатынбыз, сіздерден келген сұрақтарды соны талқылап, саралап, ішіндегі өзекті болған сұрақтарды шама шарқымыз келгенше оны сұхбат береміз деп. Енді сол сіздерден келген сұрақтарыңызда біріншісі, қандай қызға үйлену керек деген сұрақ келіпті. Енді сұрақ өте орынды. Өткенде ол үйлену деген бұл жай нәрсе емес. Тіпті адам көлік алатын кезде де оны адамдардан сұрастырады, сұрай бастайды, және көліктің сапасын, тағы басқасын басқа. Өйткені ол көлікті алғаннан кейін де бірақ оны сатуға болады. Бірақ неке қиылып үйленіп қойғаннан кейін, біреудің аялаған қызын жарғып алғаннан кейін, әрмен қарай енді ол бақытты баянды болып кету керек. Яғни көлікті ұнамаса сатып жіберген секілді, қыз бала бірнеше уақыттан кейін көңілдегідей болмай қалған жағдайда, оны қайтадан айырылысып кетуге мүлдем болмайды. Сол себепті сұрақтың иесіне Алла разы болсын, өте орынды сұрақ, әсіресе жастар тарапында әрине. Енді бұны шариғат деңгейінде барынша ашуға тырысамыз. Құрметті сұрақ иесі, қандай қызға үйлену керек жалпы, қайсысы маңызды, қайсысы абзал дегеніңізге жауап, пайғамбар алейхиссаламнан артық ешкім жауап берген емес. Және пайғамбар алейхиссаламнан артық ешкім біздің отбасымыздың бақытты болуын ешкім айта алмайды. Алланың сүйікті пайғамбары, Алланың елшісі бізге оны нұсқап кетті. Қияметке шейін пайғамбар алейхиссаламның айтқанымен жүретін болсақ, Расулалла алейхиссаламның нұсқауымен отбасымызды құратын болсақ, иншалла біздер мына өмірде де, ана өмірде де бақытты жандар болып, және Алланың сүйікті пендесіне айналуымыз ешқандай ғажап емес. Пайғамбар алейхиссалам осы жар таңдау мәселесінде ашық, айқын айтып кеткен хадисі бар. Тункахул мар'ату ли арба'a. Ер азаматтар қыз баланың мынандай 4 сипатына қызығып үйленеді дейді. Яғни некелеседі. Біріншісі ли малиха. Қыз баланың мал дүниесі болса, сол мал дүниесіне қызығып үйленетіндері бар. Вали жамалиха. Және қыз баланың көрікті, сол көркіне қызығып үйленетіндері бар. Вали хисабиха, және оның мансабына қызығып үйленетіндер бар. Вали лидиниха, және ол қызды сол дінді берік ұстанады, дініне берік болған қызды діні үшін үйленеді. Бірақ пайғамбар алейхиссалам және хадистің жалғасында сіздер сол 4 сипатта қыздардың ішінде дініне берік болған қызды абзал көріңіздер, дініне берік болған қызды үйленіңіздер деп өсиет етті. Бауырлар, міне пайғамбар алейхиссалам жалпы ер азаматтардың қыз баланы көңіл қойған кезде осы 4 сипаты ескерілетіндігін ашық айқын айтып кетті. Енді құрметті тыңдармандар, көрермендер, дұрыс түсінуге шақырамыз. Пайғамбар алейхиссаламның айтқан сөзін мүмкін мынандай шығар, мүмкін басқаша деп талқылауға ешкімнің ақысы жоқ. Комментарийда да сіздерге өтініш ретінде айта кетейік, сол әлі дін мәселесінде намазға келе алмаған, құлшылығын әлі орындай алмай жатқан қыз балаларда пайғамбар алейхиссалам айтқан сөзін басқаша қылып, оны өрбітпеуге шақырамын. Адамзаттың асыл тәжі пайғамбар алейхиссалам осылай деп айтылды ма? Бәлкім біздер жалпы адамның баласы, Алланың пендесі, Алланың елшісінің айтқан сөзіне құлақ асып, кемшілігімізді түзеуге әрекет жасасақ, Алла Субхана ва Тағала біздің сұрағанымыздан да, ойлағанымыздан да жақсы қылып қояды. Енді жаңа 4 сипаттағы қыздарға келетін болсақ,
демек қыздың мал дүниесі үшін, немесе оның әдемілігі үшін, немесе оның мансаптығы үшін, немесе ол дінді берік ұстанғаны үшін жігіттер осы 4 қызға ғашық болады екен. Бірақ пайғамбар алейхиссалам соңында шегелеп айтып кетті, сол 4-еудің ішінде дініне берік болған қызға ғашық болуға, соны некемізге алуға өсиет етті. Бұл деген сөз әлі намазға келмеген, құлшылыққа келмеген қыздарға үйленбе деген сөз жоқ ол жерде. Оны дұрыс түсінуге шақырамыз. Дүниесі бар қыз бала болса, бірақ әлі құлшылыққа келмеген болса, сол пайғамбар алейхиссалам айтқан 4-ші сипаттағы дін мәселесіндегі Алланың бұйрығын орындауға, Алланың тыйған тыйымынан, яғни тыйымнан тыйылуға әрекет жасау керек екен. Алла Тағала сол қыз балаға дүниесімен қосып, Құдай қаласа, оны Алла Тағаланың алдында мәртебесі көтерілген өте бір биязы, салиқалы әйел кісіге айналады, Құдай қаласа. Немесе екінші сипаттағы әдемілігі үшін, яғни әдемілік, Алла Тағала қыз баланы әдемі жаратқан, ұл балаларға қарағанда қыз бала өте көрікті. Сол көркіне сай, енді Алла Субхана ва Тағаланың да шариғатын ескеріп, Алланың бұйрығын орындауға әрекет жасаса, ол қыз өте көрікті және ол өте әдемі қызға айналады. Одан кейінгі 3-ші сипаттағы мансапты қыз балаға да сол діннің бұйрықтарын ақырындап іске асырса, Құдай қаласа, ол қыз балада өте көрікті, салиқалы әйелге айналады. Құрметті қаракөздер, дұрыс түсінуге шақырамыз. Пайғамбар алейхиссалам айтқан екен, соған құлақ асып, амал етуге әрекет жасауымыз керек екен. Енді ғұламалардың, мамандардың айтуынша, адамнан мал дүние кетеді екен. Бұл мал дүние дегенді сынақ үшін беріледі, Алла Тағала оны қалаған пендесіне береді, қалаған пендесіне алып қояды. Әдемілікті уақытша, бір уақыт келген кезде ол әдемілік одан қыз баладан кете бастайды. Мансапта уақытша, бір күн мансапта бірнеше уақыттан кейін ол мансабынан түсіп қалуы мүмкін. Ал тақуалық, Алла Субхана ва Тағаланың дініне берік болған қыз баладан әдемілік ешқашан кетпейді. Бұл имандылық, тақуалық, Алланың хақ жолын мойындап, соны іске асырған қыз баладан ешқашан бойынан әдемілік ондай кетіп қалмайды екен. Былайша айтқан кезде, жастардың тілімен айтқан кезде модадан қалмайды. Ал қалған жаңағы сипаттар уақыт-уақытымен, кезең-кезеңімен қыз баладан кетеді екен. Міне жігіттерге сол өсиет қылды пайғамбар алейхиссалам бойдағы жігіттерге, сол қыз балалардың ішінде иманына берік болған, құлшылығына берік болған, Алла Тағаланың тыйым салынған аяттарын тыйылған қызға некелесуге, соны үйленуге пайғамбарымыздың өсиетін асыруға әрекет жасауымыз керек екен. Және екінші мәселе бұл жерде әрқайсымыз ұл тәрбиелеп отырмыз, қыз тәрбиелеп отырмыз. Демек қыздарымызды сол пайғамбар алейхиссалам айтқандай ибалы, тақуа, өнегелі, ұятты қыз бала қылып тәрбиелеуге әрекет жасауымыз керек екен. Иншалла, ол қыз баланың мұраты кету дейді ғой қазақ. Жолаушының мұраты жету, қыз баланың мұраты кету дейді қазақ. Демек, қыз баланы Алла Субхана ва Тағала мына адамның баласын, ұрпағын жалғастыратын қылып жаратқан. Жалпы қыздардың миссиясы сол. Демек, ибалы, ұятты, әлі тұрмысқа шықпай тұрып, Алланы танып, әулетін жауып, қымтанып жүрген қыз балаға болашақта ол өте салиқалы анаға айналады. Ол қыз балалардан туылған балалар елді қорғайтын, жерді қорғайтын, намысты, жігерлі батырлар өмірге келеді. Қазақ атамызда және бір сөз бар ғой. Ана бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Яғни әлемді тербетеді дегені сол бесігіндегі өсіп шыққан ұрпағы Құдай қаласа елге, жерге, халықтың баласы болады деген сөз екен. Міне сондай салиқалы аналардан не бір батырлар, не бір данышпандар, ғұламалар өмірге келді. Адамзаттың асыл тажы пайғамбар алейхиссаламның өзі салиқалы Амина анамыздан өмірге келген. Сол секілді қыз баланың ибалы болуы, Алла Субхана ва Тағаланың бұйрықтарын орындау өте маңызды екен. Өте маңызды. Қазақ айтады, ер азамат бұзылса, отбасы бұзылады.
әйел кісі бұзылса ұлт бұзылады деген, яғни ұлттың тағдыры да сол қыз балаларға өте байланысты екендігін көреміз. Құрметті бойдақтар, құрметті жастар, демек бұл махаббат, жақсы көріп қалдым деген бәрі уақытша сезім. Уақытша сезім. Шын махаббат Аллаға, оның пайғамбарына болады. Ал адамдардың, яғни ер мен әйел кісінің ортасындағы қарым қатынасты Құран кәрімде ахд деп келтіреді, яғни уәделесу, серттесу деп береді. Куәгерлердің алдында сол неке қиылған кезде серттеседі. Бірақ шынайы сезім, сыйластық, бір-бірін құрметтеу деген мәселе ол кейін басталады. Ол кейін өмірдің не бір соқпағында, қиын сәттерде, қуаныш жағдайларда бір-біріне жұбаныш болып, жанынан табылған кезде жігіттің қызға деген, қыздың жігітке деген сенімі, құрметі барған сайын артады екен. Барған сайын артады. Сол секілді, демек, қыз баланың осы әдептілік шыққан жеріне, ортасы және ата-анасынан алған тәрбиесі, соның ішіндегі және ең маңызды өзегі дін мәселесінде Алла субхана ва тағаланың шариғатын меңгерген, соны іске асырған қыз бала құпа-құп екен. Жаңағы сұрақтың жауабы осылай болды. Алла субхана ва тағала жігіттерімізге сондай салиқалы қыздарды нәсіп етсін. Және мамандардың айтуынша, демек, ондай тақуа қыздарға үйленгісі келген жігіттер де тақуалық жолын мықты ұстансын дейді. Яғни әркім ниетіне, ықыласына қарай Алла тағала береді екен. Тіпті Фатима анамыз бұл пайғамбарымыздың тақуа қызы. Сол Фатима анамызды тақуа қызға үйленген кесе Алидай батыр болды дейді ғұламалар. Немесе қыз балаларға да өсиет қылады, Алидай батыр жігітке тұрмысқа шыққыңыз келсе, Фатима анамыздай тақуа қыз болыңыз дейді. Міне екеуіне де қатысты мәселе. Қыз балаларға да хаққысы бар, жігіттерді қолын сұрап, жар болуға өтініш жасағандарға да оның сипаттарына қарауға, зерттеуге, оның қыз баланда толық хаққысы бар. Толық хаққысы бар. Оларға да өсиет сол, жігіттердің ішінде иманды, ибалы, Алладан қорқатын, құлшылығына берік болған тақуа жігітке тұрмысқа шығуға өсиет етеді. Али радханхуға бір кісі келіп, екі қызының бой жеткендігін сұрады. Және сол екі қызына құда түсіп атқан адамдардың саны бар екендігін айтқан. Солардың ішінде сол қыздарымды қайсысына берсем екен, мен соны жауабын, шешімін таба алмай жатырмын деп Али радханхудан жаңа кісі сұрайды. Сол кезде Али радханху жауап берген, сол қыздарыңызда қолын сұрап атқан жігіттердің ішінде қайсысы тақуа болса, яғни тақуа деген Алладан қорқатын. Алладан қорқу деген сөзбен емес, іспен болады. Яғни Алла тағаланың бұйрықтарын орындайды, Алланың тыйған тыйымдарынан тыйылады. Сол тақуа жігітке беріңіз деді. Өйткені қыздарыңызда болашақта сол жігіт ойындағыдай болып шықса, нұр үстіне нұр болады деді. Егер кемшілік болып жігітке көңіліндегідей болмаға қалғанның өзінде ол қыздарыңызға қиянат жасамайды деді. Міне тақуа жігіттер Құдайдан қорқады, ол аманатты сезінеді. Ертең Құдайдың алдына барған кезде сол аманатқа жауап беретіндігін олар жақсы біледі, тақуа жігіттер. Сол секілді жігіттер де сол тақуа қызға ғашық болу керек екен, тақуа қыздар да тақуа жігіттерге. Бұл деген сөз, жаңа сөздің басында айтып кеткенімдей, басқа қыздарымызда құлшылыққа әлі келе алмай атқан болса да, оларға үйленбе деген сөз жоқ. Небір ибалы аналар бар, солардан туылған ибалы қыздары бар. Бірақ бұл жердегі абзал деген мәселе бар. Яғни ең озаты, сол 4 топтағы қыздардың ішіндегі ең озаты, ең абзалы. Қазір күнде біздің тілмен айтқан кезде қыздардың сондай бір көрмелері жүріп жатады әлемдік деңгейде. Әрине ол шариғатқа келмейтін жерлері бар. Соны кейін мис деп жариялап, қыздардың ішіндегі ең сондай бір озаты деп жариялап жатады ғой. Ал шариғат тарасындағы сол мис қыздарды қарасақ, ол Алладан қорқатын, қымтанып, ұятты жерлерін жауып, Алла субхана ва тағаланың құлшылығына берік болған қыз балалар, жаңағы сөздің барысында айтқанымыздай, нағыз мистер солар екен. Яғни өте әдемі, өте көрікті және
Алла субхана ва тағаланың сүйікті пенделері солар. Міне бойдағы жігіттер жалпы қыздардың ішінде жаңа 4 сипаттың ішіндегі ең озаты, ең абзалы осы дініне берік болған қыздар деп айтылды. Алла субхана ва тағала сұхбаттарымызды берекелі етсін. Үйленуге ниет қылған жігіттерге Алла тағала салиқалы қыздарды нәсіп етсін. Тұрмысқа шығуға ниет қылған қара көздерімізге Алла тағала тақуа жігіттерді нәсіп етсін. Алла тағала сол некелерін баянды хайырлы етсін. Субханака астағфирука ва атубу илейк.